Машина Кежи каналын көрүүчүлөрү, биз эми Nexia Lanos катар жака келдик. Азыр ушул жактан ошолордун бааларын билип берген аракет жасайын сиздерге. Биринчилерден болуп мына Nexia 2 тюнингделген, аябай жакшынакай көрүнүп турат, жасалыптыр. Сырткы көрүнүшү ушундай. Обвестери бар, жана мындай светодиодный дневно-ходовой лампочкалар менен мындай линзовый дагы противотуманкалар бар экен. Мындай титан литый дисктерде көрүп атасыздар. Спортивный вариантта. Бир сыйра айландырып көрсөтөйүн. Бул арканкы жагынан көрүнүшү жакшы, красивый көрүнүп. Камера заднего вида бар. Эми кагазына кайрылалы 2012, объему 1.6, телефон номерлери эсин. Салонуна көңүл бурсак, 4 айнеги тең электростеклоподъемникте, мындай чехолдо сиденьялары. Пробеги канча болуп калды экен? Пробеги мындай дисплей бар, монитор. Шундан камера заднего хододан да байкаса болот. 250 миң дейт примерно. 5 ступка мындай AMG да экен. Жакшы. BMW немеси ham бар. Табло приборный панель да? BMW немеси жанат дейт. Ошон бир көрсөтүп койсун эгер бар болсо. Күлүш жок болот атабы. Машина жакшы эми. Мен оюмча эң короздор ушул болсо керек. Азыр Nexia'ларда. Баасы 250 миң сом деп атат. Эс. Chevrolet Lacetti. Мындай спортивный обвестерде аябай жасалган. Сырткы көрүнүшүн эле көрүп атасыздар. Арканкы жагында бир көрсөтүп берейин. Повторитель поворота мында коюлган. Оптикалары да баягындай рестайлинговый. Мындай спортивный выхлоптары бар. Аркасында парктроник бар. Эми кагазына кайрылалы 2003, объему 1.6, телефон номерлери, коробка механик, автомат экен, коробка автомат. Пробеги канча болуп калды? 219 миң экен. Баасы 300 миң деп атаса? 300 миң кеми бар. Мондай баягы гайкалары бир необычный экен дискаларында. Ошонун эле жанында бир мындай бордовый түстө Nexia 2 турат. Жылы 2008, объему 1.5, басында жазып койгон 130 миң сом. Арка жагынан көрүнүшү. Дагы бир бордовый түстө Nexia 2. Жылы 2010, объему 1.6, телефон номерлери. Арканкы жагынан көрүнүшү. Онда колонкалары да бар экен, чоң пионер. Жабык окшойт. Канча деп атасыңар? Басы канча деп атасыңар эми? 160 миң сом. Бир салон тартып коюн, ачып койду. Жөн эле механический көтөрүлөт экен айнектери. Автозавод барбы? Андай экен. Сигнализация автозавод бу. Ол жерде Lacetti. Кореянкы экен, а? Корея Lacetti. Так.
2005 объему 1.5 коробка механика, телефон номерлери есінде. Көрінбей атса 554 00 83 38. Кузов седан. Арқанқы оптикалары башқача екен, Мерседестің немелерінде ұқсаған. Жақсы. Арқанқы сиденьялары мынандай чехолдар қойылған, тоқылған чехолдар. 4 айны тең электростеклоподъемникті, блокировка окон и дверей, приборные панели, климат-контроль. Так, салоны мынандай ашық түсті екен. Велюровый сиденьялары. Пробеги қанша болып қалды бұны? Примерно 250 мың орта есепменен пробеги. Басы қанша болды бұн? 280 мың сом. Да, ол Ланос 1999, объемы 1.5, телефон номерлері. Ақ түстінің несі жақшы, мынандай анша ысыбайды, қызыбайды машинаны. Арқа жағынан бір көрсетіп қойайын. Бүгін сықтайбай жақсы ақ түс. Басы 100 мың сомды отады, айтылыш басы. Қадовкалары бардығы қылынған дейді. Лашетти, седан. $2007, объемы 1.6, телефон номерлері, коробка автомат. Арқасында партроник датчиктер қойылған екен, басы 300 мың сом. Nexia 1. 1996, объемы 1.5. Бұл жерде пробег деп жазылған жерінде 75 мың. Бұл басы екен 75 мың сома. Телефон номерлері бұл екен. Озекіде айтып қойырайын, мынандай арзанлы айтып отаткен 779 44 63 73. Бардығыле нақаду ака? Bir көрсетіп қойайын. Арқа жағынан дағы. Так, еми, бұны 4 айна еттен электростеклоподъемник іштейі барды тен? Іштейткен. Бұл не Қырғызстанда жүрген же Россиядан ап келдіңіз бе? Қырғызстанда жүрген еке. Бұл отырған басы же дағы түшес бі? Дағы азмасы түшіп берем де отады. Қызыққандар чалыңыздар. Ланос 1 бі? 1. Ланос 1. 99 жылы. 1999, объемы 1.5. Телефон номерлері есін, ана басында жазып қойған 90 мың сомдар.